Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай салфетканы тоқып үйренетін боламыз. Тоқу жолы өте оңай, енді тоқып жүрген қыздар да тоқи алады. Менімен бірге болыңыздар. Мен ярн арттың джинс деген жіпмен тоқыдым. 50 грамм 160 метр. Қараңыздар, бұл жерде 3-5 миллиметрлік крючокпен, яғни спицпен тоқуға болады деп көрсетілген. Цветі 90 цвет, менде осындай. Міне қараңыздар. Акриль 95% акриль, 25% хлопок. Және де мен мынандай 3-2 миллиметрлік крючокпен тоқитын боламын. Қараңыздар, ең алдымен осылай біз көріп тұрса осылай жіпті алып аласыздар. Сосын мына жіпті, рабочий жіп, ұзын жіпті бұлай мына саусақтың астынан бұлай жібересіздер. Қатты ұстап тұрасыздар. Екі мына кішкентай жіп пен рабочий жіптің арасын қатты ұстап тұрасыздар да. Крючогымыз алып, мына жіптен осылай кіргізесіздер. Осылай бізде бірінші ілмек шығады. Енді осылай тағы 2 ілмек жасаймыз. 1, 2. Осылай бізде бірінші бағанымыз шығады. Енді біз екінші бағанды жасаймыз. Ол үшін мына аяқтағы жіп, рабочий жіп деп аталады. Жұмыс жібі. Соны сұқ саусағымыз үстінде тұрады. Ол әрқашан сосын мына жіпті осылай қолымызбен бас бармағымызбен ұстаймыз. Крючогымызды аламыз да осылай астынан кіргіземіз. Жіптің астынан. Осы мына дөңгелек сақина деп есептейік. Соның астынан осылай кіргізесіздер. 1, 2. Осыны тағы да жасаймыз. Бұлай тұрады. Осылай астынан кіргізесіздер. Сақинаның астынан кіргізесіздер. Бірінші осылай ілмекті аласыз. Осылай екінші ілмекті аласыз. Солай бізде осылай баған шығады. Осылай бізде 4 баған тоқыдық. Осыдан кейін тағы 11 баған тоқисыздар. Сонда бізде барлығы 15 баған шығады. Қараңыздар, бізде менде осылай 15 баған тоқылды. Сосын мына ұзын жіп бар. Ұзын жіпті осылай тартасыздар. Осылай тартқаннан кейін мына аяқтан, мына жақтан бүйтіп кіргізіп алсаңыздар болады. Қараңыздар. Осылай. Үшіншісіне 1, 2, 3. Үшіншісіне кіргізіп аласыздар да осылай ілмекпен қосасыздар. Енді мына жіпті кішкене қысқартуымыз керек. Осыны бұлай қысқартып тастаймын. Енді қараңыздар. Енді біз 3 ілмек жасаймыз. 1, 2, 3. Енді мына жіпті осылай үстінен жібереміз. Енді біз баған жасаймыз. 3 істедік қой, плюс тағы 1 сақина тоқимыз. Енді біз мына жерге тағы 1 баған тоқимыз. 1. Тағы плюс 1 баған тоқимыз. Мына жерге тоқимыз енді оны. Тағы плюс 1 сақина, ілмек, яғни тағы 1 баған тоқисыздар. Плюс 1 сақина, 1 ілмек, яғни ілмек, тағы 1 баған
тоқисыздар. Тап осылай соңына дейін тоқисыздар. Міне қараңыздар. Осылай біз мына жерден біз тағы осылай кіргізіп алсаңыздар болады. Ілмекке осылай арасын қосамыз. Соединительная петля дейді. Міне. Бұл жерде қазір. Бұл жерде үшіншісінен қосасыздар. 1, 2, 3. Міне мына жерден. Міне осылай тоқисыздар. Енді тағы 3 сақина тоқимыз. 1, 2, 3. Мен сақина деп айтып үйреніп қалғамда ілмекті. Сол себепті кешірім өтінемін. 3 сақинадан кейін плюс тағы біз 3 сақина тоқимыз. 1, 2, 3. Бұны арка дейді. Мына араларындағын арка деп атаймыз. Енді біз баған тоқимыз. Бағанның үстіне баған тоқимыз. Міне, мияқтағы бірінші бағанымыздың үстінен осылай аласыздар. Осылай. Осылай. Міне. Тағы үшеуін тоқисыздар. Осының арасына. Осылай бағанның үстіне баған тоқисыздар. 3 сақина. 1, 2, 3. Міне, енді тағы баған тоқимыз. Тап осылай соңына дейін тоқисыздар. Міне бізде осылай 3-ші рядымыз тоқылды. Енді біз 4-ші рядты тоқитын боламыз. Міне. Мына жерге 1, 2, 1, 2, 3. Үшіншісіне осылай соединительный столбикпен қосатын боламыз. Енді осы жерге 1, 2, 3 сақина. Сосын осы жерге мынаның ішіне біз 1 столбик. Мынаумен 2 болады. Осылай. Сосын 2 сақина тоқимыз. Тағы осының ішіне 2 столбик. 2 баған. Енді мына келесіне тағы осылай 2 баған. 2 сақина. Ілмек яғни. 1, 2. Тап осылай жалғастыра бересіздер. Так, міне қараңыздар. Бізде 4-ші ряд тоқылды. Енді біз 5-ші рядты тоқимыз. Міне. Осылай. 1, 2, 3-шісіне. Бұлай кіргізсеңіз де болады. Сосын мына жерге столбиксіне кидім. Мына жерге осылай біз соединительный столбик тоқимыз. Енді 3 сақина тоқимыз. 3 ілмек. 1 баған. Арасына 2 сақина. 1, 2. Тап осы жерге тағы 2 баған. 4-ші рядта қалай тоқыдық? 5-ші рядты да мына келесіне мына жерге тағы солай 2 баған тоқимыз. 1, 2. Тап соның ішіне тағы 2 баған. Тап жаңағы сияқты. Қараңыздар, тап солай 5-ші рядта да тоқисыздар. Міне біз 6-ші рядты тоқимыз енді. Ең алдымен араларын қосамыз. Енді осы араларын қостық.
барамыз мына жерге. 1 2 2 сақина, 1 2. Енді арасына осылай 1 сақина тоқимыз. Енді келесіге міне осылай 1 2 1 2. Bir сақина. Тап солай соңына дейін жалғастырасыздар. Енді біз жетінші рядты тоқитын боламыз. Міне енді осылай 1 2 үшіншісіне арасын қосамыз. 1 2 3 сақина, тағы бір баған, арасына 2 сақина тоқимыз. 1 2. Енді арасына 1 2 3 сақина тоқисыздар. Мына жерге 1 2, арасына 2 сақина. 1 2 1 2 3. Мына жерге 1 2 1 2. Арасына 3 сақина, енді арка жасаймыз. Міне, мына арасында 2 сақина, мына жерде 3 сақина. Тап осылай соңына дейін тоқисыздар. Міне біз енді 8-ші рядты тоқимыз. 8-ші рядты тоқыған кезде ең алдымен біз міне 3 сақинаны аламыз. 1 2 3. Осы жерге біз столбик тоқимыз. Арасына 2 сақина тоқимыз. Тағы осының ішіне 2 столбик тоқимыз. Міне осылай. Енді біз міне мына жерге тап осыны қайталаймыз. 2 столбик, 1 екіншісі, 1 2. Мына жерге де соны қайталаймыз. 1 2 1 2 1 2. Міне тап осылай дөңгелендіріп, айналып, мына дейін тоқисыздар. Енді біз 9-ші рядты тоқитын боламыз. Енді міне мынаның арасына соединительный столбикпен қосамыз. Мына да осылай істейміз. 1 2 3. Столбиксіні кидім. 1 2. Тағы осы жерге 2 баған тоқимыз. Міне, мына жерге де тап осылай тоқимыз. 1 2 1 2. Ілмек. 2 баған. Тап осылай тоқи бересіздер. Мына бізде 9-шысы и 10-шысында, келесі 10-ші ряд бар ғой, онда тап солай тоқисыздар. Міне біз тоқып болдық. Енді қараңыздар, арасын қосамыз. 1 2 3. Столбик, 2
сақина, 2 столбик, 2 баған, яғни арасына 1 сақина тоқимыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Міне, тағы осылай айналдырып, арасына 1 сақина тоқып, жалғастыра бересіздер. Так, енді 3 сақина тоқимыз. Столбик сына кидім. Осылай енді 1 сақина тоқимыз. Осылай 1, 2. Осыдан кейін арасына 1 сақина тоқимыз. Мына жерге 1, 2. Осы жерде 4 сақина тоқимыз. 1 сақина тоқимыз. 1, 2. 1 сақина тоқимыз. 1 сақина. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Енді осылай алмастырып, арасына біреуінің 1 сақина тоқисыз, келесіне 4 сақина тоқисыз, солай соңына дейін тоқисыздар. Так, енді біз 13-ші рядты тоқимыз. Біз жалпы 14 рядтан тұрады. Енді міне қараңыздар. Міне аға дейін ортасына барамыз. Ортасына дейін барамыз да, осы жерде осындай қазір деп осы жерде ортасынан тағы кішкентай столбик жасаймыз. Енді 1, 2, 3. Мына жерге 9 баған жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8'den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Енді тағы 1, 2, 3 тоқимыз да. Мына жерге столбик накидым. Осылай жасаймыз. Тағы да 1, 2, 3 дейміз да. Мына жерге 9 баған тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Ортасына мына жерге кішкентай баған тоқимыз. 1, 2, 3. Так, осылай соңына дейін қайталайсыздар. Ең соңғы бөлімге келдік. Қараңыздар, енді мынаның үстінен тоқисыздар.
осылай тоқисыздар. Сосын столбиктің үстіне столбик тоқимыз. Бағанның үстіне баған. Сосын 3 сақина, 1, 2, 3. Сосын бірінші сақинаның ішіне осылай кіргізесіздер да. Пико әдісін жасаймыз. Біріншісі. Енді екіншісін тоқимыз. Екінші столбик. 1, 2, 3. Әрқайсынан тоқып шығамыз. Екіншісі. Үшінші баған тоқимыз. 1, 2, 3. Енді тағы столбик тоқимыз. 1, 2, 3. Bir, екі, үш. Пико әдісі болып табылады бұл деген. Bir, екі, үш. Bir, екі, үш. Bir, екі, үш. Bir, екі, үш. Енді мына үстіне. Сосын столбик тоқимыз мына жаққа. Енді осылай соңына дейін жалғастырасыз міне шеті. Міне осылай бітірдік. Енді міне мына жерден сондай бүйтіп. Енді қыттай жерге менде жіп жетпей қалды. Міне бізде осындай болып шықты. Сізге ұнады деп ойдам. Лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.